Тест. Қайырлы күн достар, назарларыңызда Жан Ахмадиев. Бұл видеоны жазудың мақсаты неде? Осы соңғы аптада өздеріңізге белгілі Жан Ахмадиев қамшы мен қыздарды сабады деген видео жайлы пікір білдірсем ба деген ниетім бар. Жалпы айтайын дегенім, бұл видеоға байланысты үлкен резонанс тудырып, оны дауға айналдырып, шу көтерудің қажеті жоқ еді. Сонымен қатар менің бұл жердегі мақсатым қазақ қыздарын масқаралайтын ниетімде болмады. Немесе барып ойбай көшеден қыз көрсең ұр деген сияқты ұран тастаған жоқпыз ешкімге. Бұл жерде қоғамда болып жатқан жезөкшелік деген проблеманың бар екенін айтайын деген негізі түсінетін адамға деп айтып жатырмыз. Сонымен қатар қарындастарымыздың пікірін оқыдым осы мәселе бойынша. Үлкен қызу пікір талас болған екен. Былайша айтқан кезде 50% қазақ қыздар дейміз ба, қарындастарымыз жалпы менің бұл әрекетімді дұрыс түсінбепті. Ойбай көшеге барды, қыздарды саба қамшымен деген сияқты ниетте сондай оймен қабылдаған екен. Бірақ та олай қабылдамаңдар, себебі мен өзім жеке басым қыз балаларға, әйел затына қол көтеретін еркектерді қолдаушылардың қатарында емеспін. Бұл жерде мен қоғамдағы проблемамен күресуге байланысты ұйымдастырған кішігірім акция болды. Сонымен қатар қамшыға келетін болсақ, бұл қамшы декоративті қамшы. Яғни сувенирлік қамшы дейміз. Бұл ешқандай денеге ешқандай жарақат әкелмейді. Кейбір қыздарымыз түсінбей жатыр. Айтайын деген сол, аман болайық.